оюларын білеміз бе? Дильназ, сенің қолыңдағы қандай ою? Ол қосқар мүйіз. Құлдар, мектеп затында далаға соғып ойнайды. Асықпаңдар жігіттер, біздің қыздарымыз әжеге текемет басып көмектесіп жатыр. Ендеше ойнасақ қайтеді? Ойнайық. Балалар, менің қолымда көптеген асықтар бар, сендерге алып келген. Ал балалар, біз асықпен қандай ойындар ойнаймыз, білесіңдер ме? Асық ату ойыны бар екен. Сосын хан талапай ойыны бар екен. Ал балалар, қазір біз хан талапай ойынын бірге ойнап көрсек қайтеді? Ал ендеше балалар, мен сендерге хан талапай ойынның ережесімен таныстырып өтейін. Бізде балалар хан талапай ойыны жылдамдықты талап ететін ойын. Және балалар, бізде хан асықтардың ішінде ең үлкені хан асығы екен. Осы хан асығы кімнің қолына түссе, сол бала жеңімпаз болады. Жарайды ма? Балалар, енді кәні мұқият боламыз. Кәні барлығымыз бірге айтайықшы. Талапай, ау талапай, басталды ойын хан талапай. Асық жинады екен, кәні санайықшы. Бірінші хан сұлтан. 9 асық жинапты хан сұлтан. Ал енді Алихан санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Және біздің хан асығымызды кім алыпты? Алихан алыпты. Кәні, Алихан сен санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, жарайсың. Ал енді Нұрали, сен санай ғой, қанша асық жинадың? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Қанша асық жинаппыз? Жарайсың. Ал енді балалар, бізде хан талапай ойында жеңімпаз кім болды? Алихан. Алихан болыпты. Балалар, енді біз асық ату ойын ойнайтын боламыз. Біз асық ату ойынның ережесін білеміз бе? Білеміз. Ал кім айтып берді маған? Алихан айтады. Қолымызда асықты, тізіп тұрған асықты құлату керек. Ал ендеше ойынды бірінші өзің бастай қойшы. Хан сұлтан алды, бір асықты құлатты. Ала ғой, өзіңмен ала ғой. Әбтайыр. Балалар, біз асықпен қазақтың ұлттық ойындарын ойнадық, иә? Ал енді біздің қыздарымызбен бірге асық ойынның заманауи үлгідегі ойындарын ойнайық, иә? Ал енді балалар, бізде бірінші шертпек ойыны. Шертпек ойыны бізде балалар қолымызбен шерте отырып асықтарды құлату қажет. Кім көп асықты құлатады, сол бала жеңімпаз болады. Ал біздің екінші ойынымызда балалар асықты шерте отырып шеңберге түсіру қажет. Кім бірінші шеңберге түсіреді, сол жеңімпаз болады.